Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге құрмалас сөйлемнің салалас сабақтас түрін қалай оңай ажыратуға болатындығын үйрететін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрмалас сөйлем, аты айтып тұрғандай, екі немесе одан да көп сөйлемнен тұрады. Оның үш түрі бар, иә? Салалас, сабақтас, аралас. Аралас, салалас пен сабақтастың бірге келетін, бір сөйлемде келетін болса, біз оны аралас деп айтамыз, иә? Ал салалас пен сабақтас қалай ажыратуға болады? Оның қалай түрлерін жаттап алуға болады? Ең бірінші салалас пен сабақтасты ажыратып үйренейік. Салалас та сабақтас та екі жай сөйлемнен тұрады, бірақ олардың баяндауыштарына қарап сіз оңай ажырата аласыз. Мәселен, салаластың баяндауыштары тиянақты болады, яғни сіз одан жай сөйлем құрай аласыз. Қалай? Мысалы, әлден уақытта екі атты кісі келді де мені ағаштан шешіп алды. Бұл салаластың мысалы. Енді әлден уақытта екі атты кісі келді деп осы жерге нүкте қойсаңыздар, бұл оның баяндауыштары, яғни етістігі тиянақты болғандықтан сіз оны жай сөйлемге айналдыра аласыз. Бұл сол үшін салалас деп аталады. Ары қарай мені ағаштан шешіп алды. Бұл да жай сөйлем бола алады. Енді сабақтасты қараңыз. Сіз сабақтасты салалас сияқты баяндауыштары тиянақсыз болғандықтан сөйлемге, жай сөйлемге айналдыра алмайсыздар. Яғни, оның біріншісі екіншісіне бағынышты болып келеді. Себебі баяндауыштары тиянақсыз. Мысалы, жігіттер жабылып болмаған соң әнші сандыққа отырды. Бұл бізде сабақтастың мысалы. Жігіттер жабылып болмаған соң, мына жерден біз нүкте қойып тастасақ, жай сөйлем айнала алмайды. Себебі бұның етістіктері тиянақсыз. Оның жауабын білу үшін біз келесі сөйлемді оқымасақ, онда сөйлемнің мағынасы кетіп қалады. Сол үшін біз бұл сөйлемді соңына дейін оқуымыз керек. Және бағыныңқы басыңқы сыңармен байланысты екендігін көреміз, иә? Жігіттер жабылып болмаған соң. Бұл бізде бағыныңқы. Неге бағыныңқы? Себебі әнші сандыққа отырды, бізде басыңқы. Соған бағына екеуі байланысып тұрған көруімізге болады. Ары қарай сабақтастың бірнеше түрлері бар. Оны да қалай оңай ажыратуға болатындығын сіздермен талқылайық. Ең әуелі оның жай сөйлемнен айырмашылығы қандай? Жай сөйлем жеке бір ғана ойды білдіретін болса, сөйлем ішінде құрмалас сөйлем күрделі ойды білдіреді. Яғни екі немесе одан да көп күрделі ойды білдіреді. Жай сөйлем бір-бірінен айырым интонациямен айтылады. Мәселен, Айнұр бүгін мектепке барды. Жай ғана бір интонациямен айтылып тұр. Ал құрмалас сөйлемнің бірінші сыңары екіншісімен ұласпалы интонациямен айтылады. Мәселен, Айнұр бүгін мектепке барып, үй тапсырмасын ерекше орындап берді дейтін болсақ, онда интонацияның бұл жерде келесінде ұласпалы интонациямен айтылып тұрғанын көреміз. Үшіншіден айырмашылығы, жай сөйлем интонациялық жағынан тиянақты болады. Мәселен, Санжар бүгін үйірмеге барады. Яғни, интонация тұрақты айтылады, иә? Ал құрмалас сөйлемнің сыңарлары интонациялық жағынан тиянақсыз болады. Жай сөйлем аяқталған ойды білдіріп, бір бүтін болып саналатын болса, құрмалас сөйлемнің алғашқы сыңары аяқталған ойды білдіре алмай, бүтіннің бір бөлшегі болып саналады. Осы арқылы біз құрмалас сөйлем мен жай сөйлемді ажырататын боламыз. Енді сабақтастың түрлеріне тоқталайық. Сабақтас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің алғашқы баяндаушы тиянақсыз болып, соңғысына бағына байланысқан құрмалас сөйлемнің түрін біз сабақтас құрмалас деп айтамыз. Біз оны бағына айттық, иә? Енді оның қандай ерекшеліктері бар? Ең бірінші түрі қандай? Ең бірінші түрі оның шартты. Шартының ережесі былай. Құрамындағы жай сөйлемдердің біріншісі екіншісіндегі істің орындалу, не орындалмау шартын білдіреді. Құрмаластың шартты бағыныңқы түрі са-се, майынша менше, ғанда генде деп түрлі белгілер арқылы жасалады. Оған қойылатын сұрақтар былай. Қайтсе, не етсе, қайтпей, не етпей, қайтпейінше, не етпейінше. Осы сұрақтар егер қойылатын болса, онда шартты бағыныңқы сабақтас болып аталады. Қараңыздар, шартты ат айтып тұр, иә? Белгілі бір шарт қойылады. Мәселен, айтқан сөзің дұрыс болса, қалағанын өздері түсіне жатар. Мысалы, ол мектепке барса, 5 алады деген сияқты шартты бағыныңқының осындай бір ерекшеліктері бар. Шындықтың бетін ашпайынша, жарғақ құлағы жастыққа тимеді.
Қараңыздар, бұл жердің барлығында бізде шарт айтылып тұр. Келесі қарсылықты ат айтып тұр бұл жерде де. Сіздер түрлерін білмесеңіздер де оның мағынасына қарап, яғни атауына қарап та сөйлемнің ішінде қандай түрі екендігін табуларыңызға болады. Мәселен, сада седе, ғанша генше, ғанкенмен, қайткенмен, не еткенмен, ма, ба, па, се деген сияқты болымсыз түрлерімен де жасалады. Көсемше мен есімшенің айы еге тұра, ғанына геніне қарамастан деген сөздер арқылы тіркесіп жасалады. Мәселен, екеуінің мақсаты екі түрлі болса да, бірге жұмыс істегендеріне 10 шақты жыл болып қалды. Бір-біріне қарама-қарсы мағынада қолданылып тұр, иә? Ай қараңғы болғанмен жолды болжауға әбден болады. Бұл сөзді естігенше жерге батып жоғалған жақсы еді. Яғни бір сөйлемнің бірінші сыңары екінші сыңарына бір-біріне қарама-қарсы айтылады. Келесі мезгіл ат айтып тұр, иә? Біріншісінде айтылған сөйлем, екіншісінде айтылған сөйлемнің мезгілін, уақытын білдіреді. Қашан, қай кезде, қай уақытта деген сұрақтарға жауап береді. Осы сұрақтар қойылатын болса, онда бізде ол мезгіл бағының сабақтас деген сөз. Мәселен, жиналыс аяқталғанша тізім жасалып та болды. Күшік ауылға келген соң 2 күннен кейін көзін ашты. Қашан? Бұның барлығы мезгіл бағының сабақтас. Ұлпа уәделі жерге келсе, аттың ізі бар да, жігіт пен ат жоқ. Мезгілді де табу өте оңай. Ең бастысы мағынасын білсеңіздер болды. Келесі себеп бағының сабақтас. Бағаныңқысы басыңқыдағы айтылған ойдың себебін білдіреді. Бұл да өте оңай. Сұрақтары неліктен, не себепті, не деп деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, есі шыққан керуен аты жүре алмағандықтан, неліктен айқая салып қашып еді. Халі ауыр болған соң арнаулы ауруханаға жатқызғанды. Егер осындай сұрақ қойылатын болса, бұл бізде себеп, яғни не себеп екендігі анықталып отыр. Келесі қимылсын. Құрамындағы жай сөйлемдердің бағаныңқысы басыңқыдағы істің, қимылдың қалай орындалғанын білдіретін болса, онда бұл бізде қимылсын бағының сабақтас деп аталады. Оның сұрақтары қалай, қайтып. Мысалы, домбыра шертіп отырған әнші әуелете шырқап, қайтып. Қимылын білдіріп тұр, домбыра шертіп отырған әншінің қалай шырқап отырғанын. Ән салып қоя берді. Немесе, ол жөн жосығын айтпастан, қалай жөн жосығын айтпай кетіп қалған айтып тұр, атына міне сап шаба жөнелді. Қимыл әрекеті көрініп тұр, кім? Ол үшінші жақта айтылып тұр. Жөн жосығын айтпастан кетіп қалғандығын, қимыл әрекетін көрсетіп тұр. Немесе, ақ ұлпа бұлттың үстінде қалықтап бара жатқандай болып, қайтып, ерекше бір күйді басынан кешірді. Қалықтап бара жатқандай болып, қайтып. Бұл жерде де қимылсын әрекеті көрініп тұр. Немесе келесі мақсат. Бұл да егер атауына назар салсаңыз, оңай. Сұрақтары не мақсатпен, не үшін, неге деген сұрақтар қойылатын болса, бұл бізде мақсат бағының сабақтас. Белгілі бағаныңқыдағы істің, қимылдың мақсатын білдіріп тұрады. Мысалы, ергештің жаман әдетін қойғызбақ болып, не мақсатпен, не үшін жасалды, Балалар әр түрлі амал істегенді. Балалардың әр түрлі амал жасап, белгілі бір мақсатқа ұмтылып тұр, қандай мақсатқа? Жаман әдетін қойғызбақ болып. Немесе, Аянның ертегісін тыңдау үшін, не үшін, не мақсатпен? Ауыл балалары күнде кешкісін Папай шалдың үйінің іргесіне жиналамыз. Ертегісін тыңдау үшін не істейді, қандай әрекет жасалып тұр? Балалар үйіне кешкісін жиналу үшін, тыңдау үшін, бұл да мақсат бағаның сабақтас. Серіктері танып қалмас үшін, не үшін? Бет-аузын орамалмен таңып алыпты. Мақсат бар, танып қоймау үшін бет-аузын орамалмен жауып алған. Мақсат қойылып тұр.
не үшін жасалғаны көрініп тұр. Немесе ат тұяғының дүбірі естілмесін деп, не деп арнайы мақсат тұр. Атының аяғына киіз орап тастады. Атының аяғына не мақсат қойып тұрсың да? Киіз ораудағы мақсат қандай? Ат тұяғының дүбірі естілмесін деп. Көрдіңіздер ме? Енді бізде сабақтасының түрлері аяқталды. Аралас құрмалас сөйлемді де тоқталып кетейік. Оның 3 жай сөйлемнен болатындығын айттық, иә? 2 түрлі жолмен жасалады. Ешбір жалғаулықсыз іргелестіру арқылы, немесе жалғаулық шылау арқылы. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, көктем шығып күн жылынды, бірақ таудағы қар әлі еріген жоқ. Бізде көктем шығып сабақтас, иә? Себебі баяндаушы тиянақсыз. Күн жылынды. Бұл тиянақты демек, бұл салалас, бірақ таудағы қар әлі еріген жоқ. Көрдіңіздер ме? Бағаныңқы, басыңқы болып жасалған. Аралас құрмаластың жасалу жолдары осылай. Сіздер де мына сілтеме арқылы өтсеңіздер, сабақтасқа байланысты тапсырмаларды орындауға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, қайтадан комментарийге жазсаңыздар болады. Сіздерге не қиын болды, не қызық болды, не құнды болды. Сабақты осы әдіс арқылы кері байланыспен аяқтасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар рахмет. Сау болыңыздар.